Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі шығарылымда біз өте маңызды тақырыпты қозғайтын боламыз. Бұл әсіресе 60 жастан асқан аға буын өкілдері үшін өзекті. Уақыт өте келе біздің ағзамыз өзгерістерге ұшырайды. Кейде біз елеусіз қалдыратын белгілер, күрделі аурулардың хабаршысы болуы мүмкін. Сондықтан денсаулыққа немқұрайлы қарамау, ұзақ әрі бақытты өмір сүрудің басты кепілі. Бүгін мен сіздерге 60 жастан кейін пайда болғанда, дереу дәрігерге қаралуды қажет ететін 5 негізгі белгі туралы айтып беремін. Бірінші және ең маңызды белгілердің бірі – бұл кенеттен және себепсіз салмақ жоғалту. Егер сіз арнайы диета ұстамасаңыз, физикалық белсенділігіңізді арттырмасаңыз, бірақ соңғы 6 ай ішінде дене салмағыңыздың 5%-нан астамын жоғалтсаңыз, бұл дабыл қағуға тұрарлық жағдай. Көпшілігіміз арықтауды жақсы жаңалық деп қабылдауымыз мүмкін. Алайда бұл әрқашан олай емес. Әсіресе, егде жастағы адамдар үшін бұл қауіпті аурулардың алғашқы белгісі болуы ықтимал. Бұл асқазан ішек жолдарының ауруларынан бастап, онкологиялық дерттерге дейінгі түрлі мәселелердің хабаршысы болуы мүмкін. Сондықтан, егер сіздің киімдеріңіз кеңейіп, таразы көрсеткіші ешбір себепсіз төмендеп бара жатқанын байқасаңыз, бұл жағдайды елеусіз қалдырмаңыз. Дәрігерге барып, толық тексеруден өту ең дұрыс шешім. Маман сізге қажетті анализдерді тапсыруды ұсынып, салмақ жоғалтудың нақты себебін анықтауға көмектеседі. Мүмкін, бұл қалқанша безінің қызметінің бұзылуы, қант диабеті немесе басқа да созылмалы аурулардың белгісі шығар. Есіңізде болсын, ерте диагностика, сәтті емделудің негізі. Екінші маңызды белгі – ұйқының бұзылуы. 60 жастан кейін ұйқы режимінде кейбір өзгерістердің болуы қалыпты жағдай болып саналғанымен, ұзаққа созылған ұйқыздық немесе үнемі тынышсыз ұйқы – бұл денсаулықтағы кінәраттың белгісі. Егер сіз түнде жиі оянып, қайта ұйықтай алмай қиналсаңыз, немесе керісінше күндіз үнемі ұйқыңыз келіп, әлсіздік сезінсеңіз, бұл жай ғана шаршағандық емес. Ұйқының бұзылуы, жүйке жүйесінің аурулары, депрессия, мазасыздық бұзылыстары немесе тіпті жүрек қан тамырлары ауруларының симптомы болуы мүмкін. Сонымен қатар, түнгі апноэ, яғни ұйқы кезінде тыныс алудың уақытша тоқтап қалуы да өте қауіпті. Бұл жағдай оттегінің жетіспеушілігіне, қан қысымының жоғарылауына және инсультке әкелуі мүмкін. Егер жақындарыңыз сіздің ұйқы кезінде қатты қорылдайтыныңызды, немесе бір сәтке тынысыңыздың тоқтап қалатынын байқаса, міндетті түрде сомнолог немесе терапевт дәрігерге көрініңіз. Дұрыс ұйқы тек жақсы көңіл күйдің ғана емес, сонымен бірге мықты денсаулықтың да кепілі. Ұйқыңыздың сапасына мән беріп, қажет болса, маманның көмегіне жүгінуден тартынбаңыз. Үшінші қауіпті белгі – тыныс алудың қиындауы, яғни ентігу. Егер бұрын сізге қиындық тудырмайтын қарапайым физикалық жаттығулар, мысалы баспалдақпен көтерілу, немесе жылдам жүру кезінде деміңіз тарылып, ауа жетпей жатқанын сезсеңіз, бұл өте маңызды сигнал. Көптеген адамдар мұны қартаюдың табиғи процесі деп қабылдап, мән бермейді. Алайда, ентігу өкпенің созылмалы обструктивті ауруы, жүрек жеткіліксіздігі, астма немесе өкпе эмболиясы сияқты күрделі дерттердің белгісі болуы әбден мүмкін. Әсіресе, тыныштық күйінде немесе түнде ұйықтап жатқанда пайда болатын ентігу ерекше қауіпті. Бұл жүрек қызметіндегі елеулі ақаулардың бар екенін көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ, ентігумен қатар кеудедегі ауырсыну, бас айналу немесе аяқтың ісінуі сияқты белгілер байқалса, жедел жәрдем шақырудан тартынбаңыз. Өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарап, тыныс алудағы кез келген өзгерісті дәрігерге хабарлаңыз. Уақытылы жасалған электрокардиограмма немесе өкпенің рентгені ауыр зардаптардың алдын алуға көмектеседі. Төртінші белгі – ұзақ уақыт бойы жалғасқан жүрек айну немесе тәбеттің тұрақты түрде жоғалуы. Әрине, анда-санда тәбеттің болмауы немесе жүректің айнуы әртүрлі себептерден болуы мүмкін. Алайда егер бұл жағдай бірнеше апта бойы қайталанып, сіздің тамақ ішуге деген құлқыңыз мүлдем жоғалса, бұл жай ғана ас қорытудың уақытша бұзылуы емес. Бұл асқазан ішек жолдарының аурулары. Мысалы, гастрит, асқазан жарасы, бауыр немесе ұйқы безінің проблемалары туралы сигнал беруі мүмкін. Ең қауіптісі, бұл ас қорыту мүшелеріндегі онкологиялық аурулардың алғашқы белгілерінің бірі болуы ықтимал.
Сондықтан, егер сіз сүйікті тағамдарыңызға да қарай алмай, аз мөлшерде тамақтанғаннан кейін де тоқтық сезімі пайда болып, ішіңіз кеуіп, үнемі жүрегіңіз айныса, бұл жағдайды мамандардың назарына ұсыну қажет. Гастроэнтеролог дәрігерге барып, қажетті тексерулерден, мысалы, гастроскопиядан өту арқылы сіз нақты диагнозды біліп, уақытылы ем қабылдай аласыз. Тәбеттің жоғалуы сонымен қатар депрессияның немесе басқа да психологиялық мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Әрбір белгі маңызды. 5. Бірақ маңыздылығы жағынан кем түспейтін белгі – қан қысымының тұрақсыздығы. 60 жастан кейін көптеген адамдарда қан қысымының жоғарылауы, яғни гипертония байқалады. Алайда қан қысымының кенеттен көтеріліп, кенеттен түсуі, яғни оның тұрақсыз болуы одан да қауіпті. Мұндай өзгерістер бас айналуына, әлсіздікке, көздің қарауытуына, тіпті естен тануға әкелуі мүмкін. Бұл жүрек қан тамырлар жүйесінің дұрыс жұмыс істемейтінін, тамырлардың серпімділігін жоғалтқанын, немесе жүрек ырғағының бұзылғанын көрсетуі мүмкін. Қан қысымының тұрақсыздығы инсульт немесе инфаркт қаупін еселей түседі. Сондықтан, егер сіздің қан қысымыңыз жиі секірмелі болса, үй жағдайында қан қысымын үнемі өлшеп, көрсеткіштерді күнделікке жазып отыру маңызды. Осы мәліметтермен кардиолог дәрігерге барсаңыз, ол сізге дұрыс диагноз қойып, тиімді ем тағайындай алады. Дәрігердің нұсқауынсыз өз бетіңізше дәрі қабылдау немесе дозасын өзгерту өте қауіпті. Қан қысымыңызды бақылауда ұстау, жүрегіңіз бен миыңызды ауыр зардаптардан қорғаудың ең сенімді жолы. Құрметті көрермендер, міне, біз 60 жастан асқаннан кейін ерекше назар аударуды қажет ететін 5 маңызды белгіні талқыладық. Есіңізде болсын, бұл белгілердің әрқайсысы елеулі аурудың хабаршысы болуы мүмкін. Кенеттен салмақ жоғалту, ұйқының бұзылуы, тыныс алудың қиындауы, тәбеттің жоғалуы және қан қысымының тұрақсыздығы, бұлардың ешқайсысын қартаюдың белгісі деп қабылдап, елеусіз қалдыруға болмайды. Сіздің денсаулығыңыз ең құнды байлығыңыз. Сондықтан оған үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Өз ағзаңызды тыңдай біліңіз. Ол сізге әрқашан белгі беріп отырады. Мен сіздерді денсаулығыңызды үнемі бақылап, өзіңізді күтуге шақырамын. Жылына кем дегенде бір рет толық медициналық тексеруден өтіп тұруды әдетке айналдырыңыз. Бұл ауруды ерте кезеңде анықтап, асқынулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Егер бүгінгі видеода айтылған белгілердің бірі сізде, немесе жақындарыңызда байқалса, уақыт оздырмай, дереу дәрігерге барыңыз. Маманның кеңесі мен көмегі сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Өз денсаулығыңызға деген қамқорлық, бұл сіздің өзіңізге және жақындарыңызға деген сүйіспеншілігіңіздің көрінісі. Бүгінгі шығарылым сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Төменде пікір қалдырып, өз ойларыңызбен және тәжірибелеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бұл ақпаратты ата-аналарыңызға, ата-әжелеріңізге және барлық жақындарыңызға таратыңыздар. Өйткені бұл өте маңызды. Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.